Сәлем достар, қайырлы күн. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен корейский салат жасайтын боламыз. Ол үшін алдымен жуылған капустамызды кубиктеп кесіп шығамыз. Кескен капусталарымызды ыдысымызға салып отырамыз. Капусталарымызды қатты үлкен, я болмаса қатты кішкентай қылмай орташа деңгейде көз мөлшерімен кесіп шығамыз. Капусталарымызды кесіп болған соң, жабысып қалған жерлерін қолымызбен ажыратып жібереміз. Капустамыздың үстіне арнайы теркіден өткізілген сәбіздерімізді саламыз. Және де 2 ас қасық тұзымызды салып, қолымызбен езіп шығамыз. Капуста мен сәбіздерімізді шамалы жұмсарғанша осылай 2 қолымызбен еземіз. Қолымызбен езіп алған капуста мен сәбізімізді 1 сағатқа бетін жауып қалдырамыз. Кейіннен тәтті болгарскийімізді осылай ұзынша етіп кесіп шығамыз. Кесілген болгарскийлерімізді басқа ыдысымызға салып отырамыз. Достар, каналға тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, қолдап отырыңыздар. Енді қиярымызды кесуді бастаймыз. Қиярымызды қиғашынан жіңішке етіп кесіп шығамыз. Қиярларымызды кесіп болған соң, үстіне сарымсағымызды майдалап кесіп шығамыз. Бір сағатқа бетін жауып қойған капустамыз бен сәбізіміздің суын бөлек алып, төгіп тастаймыз. Капуста мен сәбізіміздің үстіне тәтті болгарскийіміз бен қиярымызды, сарымсағымызды қосып, және де үстіне куркума, қара дәмдеуішімізді, майымызды құйып араластырамыз. Дайын салатымыздың үстіне укроптарымызды салып, қайта араластырып шығамыз.
Өте әдемі көрінетін корейский салатымыз дайын. Ас болсын, сіздер де жасап көріңіздер.